Қайырлы кеш, құрметті көрермендерім менің. Менің Маруськам мен Люськам жайлап үйреніп, бүгін кішкене жем беріп жатырмын. Капуста, морковь, жуа, турадым енді. Ішінде немножко мандарин жатыр. Кішкене отход беріп жатырмын. Жеп жатыр, қыртылдатып. Ала ішіндегі жем жемейді, картонын жем дейме, бірдеңе деп тұр ғой, Люськам. Не жеп жатыр? Мандарин жеп жатыр ма? Ал, в общем, жемді де жақсы көреді екен. Жеп жатыр. Әйтеуір суларын ішіп, овесты жеп, жуа жеп жатыр, жуа. Жуа жеп жатыр. Жуа жеген полезны болар енді, ауырмауға деп ойлап тұрмын енді. Жесін, жуа жеп жатыр. Кесіп бердім енді, кесіп. Қарап қояды сыртқа. Люська үйреніп келатыр кішкене. Свекло да бар ішінде, болатын шығар енді беруге. Аздап бәрін турап бердім ол. Осындай жаңалық бүгін менде. Заманымыз тыныш болсын, бағымдарымыз өсе берсін. Анаңғаш картонды тістеп несі бар екен, ішінде жемді жемей. Капустаны жақсы көреді, енді капустаны жақсы жеп тұр. Сау, саламатта болайық.